Сәлем достар! Үй жағдайында жасалатын оп-оңай қытырлақ әрі өте дәмді қаттама рецептімен бөлісемін. Електен өткізілген ұнға тұз, жұмыртқа, су қосып, қамыр илейміз. Жақсылап иін қандырып илеу керек. Қамыр қатты жұмсақ болмауы керек. Міне осындай болады. Енді пакетке салып 30 минутқа тынуға қойып қоямыз. Содан кейін тағы қамырды басып, тағы 20 минутқа қалдырамыз. Аталған уақыт өткен соң қамырды екіге бөліп, беш бармаққа жайғандай жұп-жұқа етіп жаямыз. Енді ерітілген сары майды жақсылап жағып шығамыз. Үстіне туралған көк жуаны себеміз. Осы кезде кішкене тұз сеуіп жіберсеңіз болады. Енді екінші жайылған қамырмен жауып, үстін майлап, көк жуа сеуіп, пышақпен жолақтар кесіп аламыз. Әр жолақтарды видеодағыдай ораймыз. Сосын осылай басып аламыз. Кішкентайларды біріктіріп, үсті-үстіне қойып, орауға болады. Қаттамаларды ұнның көмегімен жайып, қызып тұрған аз майда екі жағы қызарғанша қуырып аламыз. Немесе ешқандай май жақпай, құрғақ табада қуырып та алуға болады. Қаттаманы керегінізше қуырып, қалған қамырларды мұздатқышқа қатырып қоюға болады. Кейін тез қуырып ыстықтай жегенге күшті кетеді. Міне қандай қытырлақ, қатпарлы, керемет болып шығады. Өте дәмді, міндетті түрде жасап көріңіз. Видеом ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз.